Қазақ даласының түкпір-түкпірінен жиналып. Жүрегінде оты бар, мықты деген ұландарды таңдап. Қай-қайсысы да жанын салып көзге түсуге тырысты. Мысалы, бұндай өлең айтқан ешкім білмейді, көрмеген де. Мен бір рет көрдім. Өзімен таң қалып қалдым. Ғазекеңнің бір мұңды әні керек болып жатыр ғой. Қандай мысалы атын қандай деп қоясыздар? Бар ма Ғазеке? Амал бар ма деген. Жетісіп жүрген ешкім жоқ. Қазір әзіл дейміз ғой. Бізде Америкадағы жағдайды біраз Қазақстан хабардар ғой. Ойламаған жерден ішпей жемей допинг шығарып жіберді ғой. Кісілер айтады ғой, жанкүйерлер. Бір адам өліп қалған сияқты жүрдік дейді ғой кәдімгі ана. Біз енді кәсіби командамыз ғой. Бұндай допинг, мынау ештеңе пайдаланбаймыз ғой. Аллаға шүкір бәрі ақталып, реттеліп, бір титулды қалдырды. Желтоқсанда жекпе-жек. Қазақ стайл деген ән айтпай тұра тұрыңыз деп жатырмық қой. Ринг іздеп кетіп жатырмыз. Гитара. Жақсы ойнайсыз ба? Кішкене бар ма? Ой, кішкенеңіз не сізді Ғазеке? Сізді орап өтеді ау. Ал Джони, бисмилла кет. Дуэт па не уже? Осы күнім татитындай ғасырға. Сенің қасыңда. Ғазекең біздің бауырымыз ғой, досымыз. Жәнібекті мысалы бұндай өлең айтқан ешкім білмейді, Мен көрмеген бір рет көрдім. Өзімен таң қалып қалдым. Эксклюзив қылып жатырмыз. Еще менің әнімді айтып тұр ғой. Ойлашы, әшейін мен мынандай баяғыда. Қолдау деген осындай болсын, ей. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар, жанкүйерлер. Біз Джони бай екеуміз Астанада. Ассалаумағалейкум, баршаңызға. Қалай жағдай, Джони? Жақсы, Аллаға шүкір. Астананың күні ерекше болып тұр, бірақ көктем кеш келеді деген рас, Иә, бәрібір ызғар бар, салқын бар. Көңіл-күй қалай, Джони бай? Бәрі жақсы, Аллаға шүкір, бәрі ойдағыдай. Енді біз сол қалпымыз ғой, негізінде, өйткені көбісі ойлайды енді осындай жағдайда, осындай ситуацияларда көбісі сынып кетіп жатады. Жоқ, біз орындамыз, қалпындамыз. Құдай қаласа жаттығу бастайық деп жатырмыз. Алдағы жекпе-жек Құдай қаласа декабрьде. Соған дайындықтамыз, уже бастап жатырмыз. Біраз жоспарларды құрып тастадық, Құдай қаласа. Қазақ стайл 2 қайта оралу. Бірақ енді қайта оралған кезде әлі қазір әлем чемпионымыз ғой, команда әлем чемпионы. Қаншама бірақ Джони жанкүйерлер өзінің сенім білдіріп көп қолдады ғой әлеуметтік желіде. Оқып көріп жатсың өзіңде. Иә, барша жанкүйерлерге алғыс білдіремін. Осындай уақытта қолдап, қолпаштап жатқандарыңызға үлкен рахмет. Бұл енді біздің қандай спортшы екенімізді барлықтарыңыз білесіздер. Біз таза спортшымыз. Сол үшін де сынбай, жай барақат ойнап күліп қазір жүрміз, жоспар құрамыз. Алда мықты жекпе-жектер бар. Соны білем. Қазір біздің екінші дыханиямыз ғой, екінші деміміз ашылып, одан да құлшынысымыз артып жатыр. Бұйырса мықты Қазақ стайлды көрсетеміз ғой. Көп адам менен Жәнібек сұрап жатыр ғой. Жәнібек қалай, жағдай қалай, не істеп жатыр, көңіл күйі қалай деп. Көрдіңіздер өздеріңіз чемпиондарыңызды. Көңіл күйі қалай екенін ойнап күліп жүр. Бұндай сынақтар сындырмайды ғой бізді. Шыңдайды, бұйыртса. Өткен нәрсе өтті, кеткен нәрсе кетті. Ол өткенге қарайлап өмір сүрсең болмайды. Біз тек алға жүреміз. Біз одан да мықты жекпе-жектер жасай аламыз. Жоспарды құрып, бәрін реттеп, алға мақсатты, біздің мақсат айқын ғой, сол мақсатқа жетер жоспарларды қайтадан жаңартып алып отырмыз. Қазақ стайл әлем чемпион Жәнібек. Бауырларыңыз, інілеріңіз біреулеріңіз ағаларыңыз, шаршамаңыздар ағайындар. Бұйыртса жақында үлкен жаттығуды бастаймыз. Және одан кейін бір жарым ай, 2 ай демалып, қайтадан жекпе-жек желтоқсан айына жоспарланып жатыр, Құдай қаласа. Кім қалай, кіммен, немен бәрін айтып отырамыз. Аман жүзсек. Ардақты ағайындар, әсіресе құрметті журналистер, жанкүйерлер де бар. Біздің Жәнібек екеуміздің Астанада жүргенімізді көріп, көптеген журналистер хабарласып жатыр, көптеген жанкүйерлер хабарласып жатыр. Бір көрсек бола ма, жолықсақ бола ма, баламыздың тұсауын кестіріп бола ма деп жанкүйерлердің хабарласқаны өте көп. Және журналистер сұхбат берсеңіздер, алдағы жоспарларыңызбен бөліссеңіздер деп. Біз Астанаға белгілі бір шаруамен бардық та бірден қайтып кеттік. Ұзақ жүрген жоқпыз. Сол үшін қазір мен Шымкенттемін, Жәнібек Алматыда дегендей.
бұйыртса бір алдағы уақытта бір үлкен сұхбаттар ұйымдастырамыз, алдағы уақытта бір жанкүйерлермен бір үлкен кездесу ұйымдастырамыз, оның бәрі ойда бар. Сондықтан Астанада емеспіз. Рахмет. Елім дегендер қамын жегендер, адал өрендер, намысы қайнағандар, ел үшін ар үшін қайратын қайрағандар, қазақтың бағы үшін. Сақтан алашым иманың жиғанын байқа аңғалым, жаттылар жанашырды, дос қылар жаманды, әзәзіл аярлар бар, айырар арамды. Үшін барында сатқандар, бойы үшінде тонында арын сатқан, құлданған санасы, ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы. Рухың кешегі қайда, қазағым қайда барасың, мұңым сен жатсам тұрсам жанымның ардағы, бауырлық бірлігінде бағыңның орнауы. Ойға сенім бер алсам деп едім, шемен шеріңе дәруің болсам деп ем. Қуатты қуатты шыңыңа қонса ерлер, қырандай мұратты. Күндер өтер, жылдар жетеді, бәрі кетеді, жалынды жырым қалар, жаныңды тербеген, алдаспан айбарлы жыр жауыңа сермеген. Асыл елім сүйеніш асқарым, қайсар қалпыңнан айныма мұнарта бер, айбарлы асқағым жауыңа мұңарта бер, серпілсін аспаның, серпіліп көк аспаның, сергісін санасы. Ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы. Ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы.